бірақ тұрмысымызда тіршілігімізде бәрі осы таразда болғаннан кейін ауылға әйтеуір айында бір екі рет барып тұрамыз. Әйтеуір анамызға барып анамыздың қолынан шайын ішіп дәмін татып, енді сол бір ауылды сағынған кезде жазған өлеңім бар. Қаланың қарбалас өмірі қажытып жібереді, сондай кезде тікелей ауылға барамыз. Бір тәңірге тағдырын табыстаған, ақын едім ауылдан алыстаған. Бала күннің бейнесі көз алдымда, анау өлке, анау маң танысмаған. Анау қырда серағам сиыр баққан, көрдің бәне қырдағы қиын жатқан. Анау белес үстінде есімді әлі орамалын жеңгемнің құйын қаққан. Топырағың киелі, туған жерім, жаратылған жалынды нұрдан бедің, қойнауына жасырып құпиясын. Долданады дауылмен тұнған көлің, моншақтатып көзімнен мұң ғазалын. Саған арнап мен бүгін жыр жазамын, мың күнімнен артық қой. Сыртта жүрген, сенде жүрген бір күнім, мың қазан. Жалпы бұл мың қазан дегенмен туған жерім деп сіздерге айтып өттім әңгіме барысында. Сол туған жерге арнаған жырым, өлеңім. Рахмет, шабытыңыз шарықтай берсін. Мына поэзия көркемдігін қалай түсінесіз? Поэзия көркемдігі деген... Шын өлең қандай болу керек? Поэзия көркемдігі деген ақынның өзінің жазған өлеңін көркемдік деңгейге жеткізу. Ол поэзия көркемдігі, тіл байлығы, ақынның ішкі жан дүниесінің тазалығы бірінші пәктігінен бастау алады. Содан кейін ары қарай сол әдебиеттегі ізденісі, әдебиеттегі сол ізденіс барысындағы оның сол әдебиетті оқу, іздену барысындағы жаңағы бір жемісі. Поэзия көркемдігі деген көркемдеп жеткізу ойын. Ең бастысы өлеңнің мән мағынасы, оның айтатын ойы сол өзінің көркемдік деңгейімен тікелей оқырманға жетсе, сол поэзия көркемдігі дейді. Абай атамыздың сөзі бар ғой, қандай жаңағы өлеңге әркімнің ақ бар. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы. Сонда да солардың бір таңдамасы. Шалқын сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістері қайбаласы. Керемет, мен ойымды жеткіздіңіз. Ең айтқыңыз келіп тұр ғой деймін. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тегіс жұмыр келсін айналасы. Абай атамыз айтып кеткен ғой, енді осы жалпы дұрыс айтасыз аға. Ақындардың жыры, өлеңі қалай оқырманға жету керек, қалай. Жоспарларыңыз қандай алдағы уақытқа? Алдағы уақытқа жоспарым көп, енді адамның арманы таусылмайды ғой. Шығармашылық, тағы да осындай кітап шығарсам ба деп отырмын. Жыр жинағыңыз. Жыр жинағым. Алда жоспарымыз көп, енді айта берсек. Бұйыртса мақсатыңызға жетіңіз. Арық сөйлеп семіз шығайық дейсіз ғой. Онда тағы бір өлең оқыңыз. Біз өлең сұрай береміз енді. Өлең. Өйткені жырларым менің сырларым деп аталатын айдарымызда біз мына оқырмандармен бірге, сізге де рахмет Ажар ханым. Өлең тыңдап бір рухани ләззат алайық, серпілейік күнделікті күйбең тірліктен. Сондықтан бір екі өлең оқып жіберіңіз. Так, қандай өлең оқысақ болады? Кез келген тақырыпта. Қыздар өтініш, бізде эфир еді, қазір 3 минут қалды, қатты шуламай тұра тұрасыздар ма? Жаңа айтқан едік. Рахмет. Тағы да ауыл туралы өлең болсын, Жақсы, жақсы. Келдім ауыл, тағы сені сағынып, саған деген санамда жоқ тағылық. Күндің ауыр тұрғындарын бейітке көшіп жатыр, бұл дүниеден арылып, талай-талай тұрғындарды жоғалтқан, жоқтау әнін жылай-жылай көп айтқан, жанарыңда жас тұр ғой, қайғының қайғы жүгін сен екенсің көп артқан. Келдім ауыл, тағы сені сағынып, сенде туған тағдырымды танып оқ, тіршілігін кешіп жүрмін жалғанның тірілердің қатарынан табылып. Келдім ауыл, келмей саған қайтейін, сағынбасақ келе алмаймыз жай кейін, еркелетіп маңдайымнан иіскеші, басым дейіп босағаңды мен сүйейін. Жалпы ауылға деген сағыныш ақындардың. Рахмет аға. Тағы да бір өлең оқып берейін. Өзің сүйген өлеңдеріңнен оқы дейді. Өзің сүйген өлеңдеріңнен оқы дейді. Абзал аға, қош келдіңіз эфирге. Ассалаумағалейкум Абзал аға. Анама жазған өлеңімді оқып берейін тағы да. Керемет. Тау көтермес тағдырыңның салмағын жүрегіммен көтердің. Ақ сүтіңмен өлшенеді әр бағым, өміріммен өтермін. Өзің жайлы әуен басқа, ән басқа, төгілмесін көзіңдегі тұнық көл.
табаныңа тиген шөппен әр таста жұмағыңнан үміткер. Қуан анам қабағыңа қайғалман, күнде зәру сенің нұрлы күлкіңе. Куә Аллам табаныңа байланған жұмақтың жалғыз кілтіде. Көктем сенің көңіліңнен көшірме, сәл мұңайсан қабағыңды бағамыз, жанарыңнан жаздың отын өшірме, әйтпесе біз тоңамыз. Ой, қандай жүректі жылытатын өлең екен. Анамыздың бейнесі көз алдыңызға келіп қалды ғой. Рахмет аға, тағы бір өлең оқисыз ба? Тағы да өлең оқиын енді. Иә, тағы бір өлең оқыңыз, содан кейін барып біз сол оқырманға бір иә, жақсы бір сондай жағымды өлеңдерімді оқысам деп отырмын. Жақсы бір қазір мына ішінен ақтарып отырып табылайық. Жалпы рахмет Абдулмахмут аға. Бәрекелді. сіздерге рахмет ағалар. Қолдап отырғандарыңызға, уақыттарыңызды бөліп, қосылып отырғандарыңызға, пікір жазып. Қазір мына кітаптың ішінен қазір тауып алайын. Иә, асықпаңыз. Пікірге жазып отырыңыздар. Алдағы уақытта тікелей эфирге қандай ақындарды шақырайық, өз өңірлеріңізде тұратын ақындар болса, жекемізге жазсаңыздар да болады, ұсыныстарыңызды, ойларыңызды. Тікелей эфир болғандықтан енді біз қазір өзіміз Адалдық деген өлеңімді оқып берейін. Бұл да бір оқиға желісімен, сол біздің ауылда болған оқиға, бірақ бұл өте адамның арасындағы бір-біріне деген бір сезімнің адалдығы. Қобалжиды ғой, Ажар ханым, дірілдеп отырсыз ғой деймін дейді. Әрине қобалжу болады ғой, Қобалжу енді болады сіздердей бәрімізде. оқырмандардың алдында. Оның бізде тікелей эфирі. Тікелей эфир, иә, ешқандай дайындықсыз, сценарийсіз, оны да бағалай отырыңыздар. Адалдық тыңдаңыздар, енді бағасын беріп отырыңыздар. Ол кезде ойда ойыннан басқалай дым жоқ бал едік. Жарылып өкше ойылған бақыттан жүрдік бал еміп. Жырылып тізе шынтақта алысқанбыз құрбымен, алысатынбыз құрбымен. Жетпейді күндер бұл шаққа, баршаға тәтті сыр білем. Қой бағып қырға шығамыз, қайтамыз, шаршап кешкісін. Ойда жоқ бір күн бұлаңыз басымнан солай өтті шын. Ауылда дүркін жаңалық, қой айдап келсем өрістен. Көршіге кептік қалалық сұп-сұлу бір қыз келіскен. Жалаң аяқ, жалаң бұт, қап-қара ауыл ұлдары, киініп таза бобалдық, көршіді аңдып тұр бәрі. Қонақ қыз шықса көшеге, бәрі танысуға үміткер. Жас бала еді кешеде, ал бүгін бала жігіттер. Ойынға шықты көп күтпей, аңдыған сәтте солақ біз, мақсатқа енді жеттікпей деп тұрған кезде қонақ қыз менсінбей кетті біздерді. Ауылдың қара баласын, үмітімізді үзденде не кінә оған тағасын. Арада талай жыл өтті, ұмытқан бәрі сол шақты. Ауыртқан ару жүректі ауылға қайта жол сапты. Қалаға кеткен ертерек ағамызбенен танысып, оралды қайта жеңге боп қайныларменен қауышып. Сол ғашық болған аруға қайнымып бүгін жақын ек. Қайтарған соны ауылға ағамызға да рахмет. Баяғы бала көңіл жоқ, бірақ та айтар назы көп. Әулетке келген келін боп жеңгеге тисем әзілдеп. Қарамай кеткен келген күн мәнісі бар ғой мұныңа. Бұлдағы сұлу жеңгемнің ағама адалдығы да. Енді бізге қарамай кеткен сол ауылымызға келген ару қыз сол ауылымызға қайтып жеңге болып оралған еді да, сол бір қызықты оқиғаны жеткізіп жазған. Өлеңмен өрнектеп жеткіздік дейсіз ғой. Абдулмахмут аға айтады, тамаша, дәл солай болатын дейді. Ана бізде ауылдан шықтық қой. Ауылда тікенектерді, жаңа құмды кезіп жүгіріп жүрген бір балалық тәтті естеліктер оралды қазір ойымызға. Рахмет сізге сондай сезімдерді оралтқан үшін. Сізге де рахмет. Иә, Сонша керемет жерден жазыпсыз келіп дейді. рахмет аға. Сіздердің қолдауларыңыз бізге үлкен шабыт береді. Қанаттандырады. Салтанат ханымға да рахмет, сонша жерден келіп бізге бізді шабыттандырып бүгін керемет кездесу ұйымдастырып отқан. Сіздің әлеуметтік желі қолданушыларыңызға рахмет. Сізді өте керемет қолдай деген рахмет. Кездескен ақындарыңыз бен шығармашылық тұлғаларыңызға да қолдау білдіреді. Иә,
Сізге де рахмет. Ал қымбатты достар, назар қойып тыңдағандарыңызға, ой бөліскендеріңізге пікір жазып рахмет. Алдағы уақытта өлеңдерді парақшада жариялайтын боламыз. Бүгін Нұржан аға құр қол келген жоқ, Аққыз атты кітабын алып келді. YouTube арнамызда толық сапалы сілтемесін салып қоямыз. Егер де эфирде бір қандай да кедергілер болған болса, бізде мына жаттанды сценарийлардан бір жалықтық қой. Еркін форматта өткізіп отырмыз. Оған түсіністікпен қарайсыздар деп сенеміз. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше сізге тағы да рахмет айтамыз, апай. Эфирдің соңында мына Ғайни Әлімбек қызы, ақын апайымыз қосылып отыр екен Тараздан. Саламатсыз ба, Ғайни Әлімбек қызы? Олжас Сәндібек, рахмет сізге. Бір өлең сұрап жатыр оқырмандар. Біз қоштасып қойдық, оқырмандар сұрап жатыр. Бір өлең дейді тағы да. Тағы да өлең оқу. Ғайни Әлімбек қызымен Олжас Сәндібектің алдында өлең оқу қиын болып қалды ғой. Ажар ханым сұрап отыр өлеңді сізден. Ажар ханым. Жаңағы пікір жазған, иә. Ол кісінің өтінішін орындайық енді. Қазір онда тағы да бір оқиғалы өлең оқып берейін. Нұржан мықты ақын, керемет жүздесу Кім айтып жатыр дейді. Күн қыз рахмет. Сізге де рахмет, Ғайни әпке. Жаныңыз жадырасын. Рахмет, Ғайни әпке. Сізді бағалап отыр. Ғайни әпкем менің әдебиеттегі өзімнің алдымдағы әпкем, Олжас Сәндібек бала кезден бірге өскен ақын досым. Астана қаласында, Ғайни әпкем Тараз қаласында. Сіздерге рахмет. Жан-жақтан қосылып отыр. Бізге енді осындай жазған өлеңдерімізге осындай қолдау көрсетіп отқан Айдаһар туралы аңыз деген өлең оқып берейін. Бұл да енді біздің бала кездегі әжелерімізден тыңдап өскен бір ертегі аңыз десек те болады. Кейін сол аңызды ойланып отырамыз ғой, сонда апам шынымен де бізге осы аңызды айтып берді, бірақ апам шынымен осы оқиғаны басынан кешірді ма деген сияқты кейін ойланамыз да. Барлығымыздың басымызда. Айдаһар туралы аңыз ғой. Иә. Әжемнің ертегісінің желісімен жазылған. Бір күні әжем шөп орып жүріпті қырда шалғымен. Аңызы айтар көп оның Айдаһар жайлы әңгіме. Шөп орып жүріп сол қырда аңыздың жайын молықты. Куә боп әжем сол сырға Айдаһар жылан көріпті. Көзіне сенбей өзінің қорқыныш бойын билепті. Ұйқыда жатқан кезінің сәтінде оған тимепті. Арқасын күнге қыздырып Айдаһар жатыр ол алып. Тұла бойын мұз қылып қарапты әжем қадалып. Тұрған орнынан кет алмай тұрыпты біраз қимылсыз. Калимасын да айта алмай тұрған жерінде тұрды үнсіз. Қорқыныш тулап тұрғанда көргені көзге анық боп, көздерін әжем жұмғанда кетіп ол көзден ғайып боп. Бұл аңызды әжем жиі айтып отыра тұғын ұл қызға, тыңдаушыларға ұнайтын көңілін көптің бір қызған. Айдаһар көрген сол жерде бейіт бар екен бұрыннан. Ашаршылықта мол көмген адамдарды қырылған. 37-ші жылдардың кезінде дейді бұл көкем, аштықтан елді қырған күн солардың жылан рух екен. Солай деп әжем айтатын Айдаһар жайлы аңызды өлгендер рух боп қайтады о дүниеден жан ізге. Жалпы өлгендердің рухы сол жерде біздің Маханды деген көл бар, соның жағасы үлкен бір төбе. Сол төбеден әжем кезінде шөп оратын кезде біздің әжелеріміз қара жұмыста істей беруші еді ғой. Иә, сондай. Шөп орып жүріп, сонда үлкен Айдаһар жылан көріп, шошып, үйге шөбін де арбасын да тастап жаяу ентігіп жетіп келген ғой. Сонда кейін әжем айтады ғой, сол үлкен бейіт деген кезінде ашаршылықта адамдарды кәдімгідей топ-тобымен апарып тастап көме берген. Солардың бір рухы деп кейін әжем сөйтіп айтып отырады. Сол туралы. Иә, рахмет. Біз енді сол оқырмандар үшін шығып отқаннан кейін эфирге. Ажар ханым, тыңдадыңыз ба өлеңді? Тыңдадық қой. Өтінішіңізді орындадық. Рахмет сізге. Иә. Ал енді келесі хабарда Айдаһар бар негізі дейді. Абдул Махмуд аға айтады, тамаша дейді. Айдаһар бар негізі. Енді Айдаһарларға Қытайлар қатты сенеді ғой, енді олар кәдімгі ұшатын Айдаһарға сенеді, біз енді сенбейміз оған. Жазар көбейсін дейді Олжас досымыз. Рахмет, Олжас бауырым. Тыңдадым дейді. Рахмет, онда келесі хабарда амандықпен жүздескенше. Амандықпен жүздескенше. Үлкен рахмет деп рахмет айтып жатыр. Рахмет сізге. Ажар ханым. Ал YouTube-тағы қымбатты көрермендер, келесі хабарда амандықпен жүздескенше. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.